Aesop's Fables. Эзоптың ертегілері. Argus and his money. Argus және оның ақшасы. Argus is a rich man. He has got a lot of gold. He always puts his gold in a hole in his garden. He usually takes his gold out of the hole and secretly counts it. Then he puts it back. One day a man sees Argus with his gold. The man takes the gold and runs away quickly. The next day Argus goes to count his gold, but it isn't there. He starts crying loudly. A man and a woman hear Argus. "What's wrong?" they ask politely. My gold, cries Argus and points to the empty hole. Your gold? In that hole? That's not a good place to keep your gold. You can't spend your gold when you keep it in a hole. Spend my gold? Argus screams. I never spend my gold. I always keep it in the hole. Then the woman throws a big stone in the hole and says, Well then, you don't really need the gold, Argus. You can sometimes look at this stone and pretend it's gold. Argus бай адам. Оның алтындары көп. Ол әрқашан өзінің алтындарын бақшасындағы тесікке салатын. Ол әдетте өзінің алтындарын тесіктен алып, жасырын түрде санайтын. Содан соң оларды орнына қоятын. Бір күні бір кісі Аргусты оның алтындарымен көреді. Ол адам оның алтындарын алып, тезде қашып кетеді. Келесі күні Аргус алтындарын санауға барады, алайда олар орнында жоқ. Ол қатты дауыспен жылай бастайды. Бір ер кісі және әйел кісі Аргусты естіп қалып, саған не болды деп сыпайы түрде сұрайды. Менің алтындарым деп Аргус жылайды және де бос тесікті көрсетеді. Сенің алтындарың мына тесікте ма? Бұл сенің алтындарыңды сақтайтын дұрыс орын емес. Сен алтындарды тесікте сақтаған кезде оларды жарата алмайсың. Менің алтындарымды жарату деп Аргус айқайлайды. Мен алтындарымды ешқашанда жаратқан емеспін, оларды тесікте сақтағанмын. Содан соң әйел кісі бұл тесікке үлкен тасты лақтырды да айтты. Жарайды, онда саған алтындар шын мәнінде керек емес, Аргус. Сен кей кездері мына тасқа қарап, оны алтын екен деп ойласаң болады. Ертегіні оқып, оның мән-мағынасын түсіндік. Енді 1-ден 8-ге дейін болған сөздерді таңдауымыз керек. Екіншісі usually, үшінші secretly, 4 quickly, 5 loudly, 6 politely, 7 never, 8 sometimes. The Hare and the Tortoise. The hare always laughs at the tortoise. I'm faster than you, says the hare to the tortoise. You're so slow. I'm the fastest animal of all. All the animals are tired of listening to the hare. Then, one day, the tortoise says to the hare, You like running. Let's have a race tomorrow. The next day, when they start the race, the hare starts running very fast. Soon, he is far ahead of the tortoise. It's a very sunny day, and the hare is very hot. Oh, good. A tree. I can rest under it. A few hours later,
the tortoise passes the sleeping hare. Suddenly, the hare opens his eyes and looks around. He sees the tortoise at the finish line. Huh? The tortoise is the winner. Ah. The hare learns his lesson that day. Keep on going and don't stop until you cross the finish line. Қоян тасбақаның үстінен әрдайым күлетін. Мен жылдамдаумын, ал сен өте баяусың. Мен жануарлардың ішінде ең жылдамымын деп айтатын. Барлық жануарлар қоянның бұл әңгімесін тыңдаудан әбден мезі болған. Содан соң күндердің бірінде тасбақа қоянға келіп, сен жүгіргенді жақсы көресің. Кел ертең екеуміз жарысып көрейік дейді. Келесі күні жарыс басталған кезде қоян тез жүгіріп кетеді. Ол тасбақадан озып кетеді. Күн шуақты, ал қоян болса ыстықтап кетеді. Жол жөнекей ағашты көріп, ағаштың астында демала тұруға бел буады. Бірер сағат өткен кезде тасбақа ұйықтап жатқан қояннан озып өтіп кетеді. Кенеттен қоян көзін ашып, жан-жағына қарайды. Ол тасбақаның мәреге жеткенін көреді. Тасбақа жеңімпаз. Қоян өзіне сол күннен сабақ алады. Мәреге жетпейінше тоқтамай алға ұмтылу керек екенін түсінеді.